ұйымдастыру үшін жинап отырмыз. Ең Нұргүл ханымға Ақтөбе қаласы Әділет департаментінің Мейрам Мақсұтұлы, Шымкент қаласының Әділет департаменті мемлекеттік сотталушылардың басшысы қызметін атқарамын. Құрметті студенттер, бүгінгі кездесудің негізгі мақсаты былай жасайықшы. Біз көп жерлерде боламыз, колледждерде, университеттерде боламыз, мектептерде боламыз, түрлі қарттар үйінде. Негізінде бұл шараның мақсаты қоғамның көзін ашу, сауаттылығын ашу. Әр азамат Қазақстан Республикасының өзінің құқықтары мен міндеттерін білуге тиіс. Ол бізде көп қылмысқа бару, қате или белгісіз себептен барудың себебі ол заңды білмес.